Сәлем балалар, 3 сынып қазақ тілі 60 сабақ жалаң және жайылма сөйлем тақырыбы. 36 жаттығуға назар аудар, мәтінді түсініп оқы. Бейнелеу өнерінің табиғатты бейнелеген түрі ол пейзаж деп аталады. Пейзаж бейнелеу өнерінің әрбір түрінде кездеседі. Пейзаж маған өте ұнайды. Егер суретте адам бейнеленсе, ол жанр портрет деп аталады. Суретте қозғалмайтын заттар мен бейнеленуі мүмкін. Ал бейнелеу өнерінің бұл түрі натюрморт деп аталады. Мәтін бейнелеу өнері кітабынан алынған. Балалар, ал енді мәтінге байланысты сұрақтарға жауап берейік. Бейнелеу өнерінің тағы қандай жанрлық түрлерін білесің? Бейнелеу өнерінің суретті салуына байланысты бірнеше түрлері бар. Мысал үшін, графика, мүсін, сәулет, қолданбалы бейнелеу, сәндік бейнелеу, тағы да басқалар. Саған бейнелеу өнерінің қай жанры ұнайды? Маған бейнелеу өнерінің натюрморт жанры ұнайды. Өйткені мұнда заттарды бейнелейсің, ол заттар қозғалмай тұрады. Келесі мәтін. Мәтіндегі қарамен берілген сөйлемді көшіріп жаз. Сонан соң тұрлаусыз мүшені алып тастап жаз. Екі сөйлемді салыстыр. Мәтіндегі қарамен берілген сөйлем ол пейзаж маған өте ұнайды сөйлем болатын. Ал енді осы сөйлемдегі тұрлаусыз мүшені алып тастаймыз. Тұрлаусыз мүше маған өте сөздері болатын. Ал енді оқып көрейік. Пейзаж ұнайды. Демек, біз тұрлаусыз мүшені алып тастасақ та, сөйлемдегі негізгі мағына жоғалмайды екен. Тұрлаулы мүшемен сөйлем пейзаж маған өте ұнайды, ал тұрлаусыз мүшесіз сөйлем пейзаж ұнайды сөйлем болады. Балалар, мына ережені мұқият тыңдап, жаттап алыңдар. Жай сөйлем жалаң, жайылма болып екіге бөлінеді. Бастауыш пен баяндауыштан құралған сөйлемді біз жалаң сөйлем дейміз. Мысал үшін, Жазира биледі. Мұнда тек қана бастауыш және баяндауыш қана бар. Демек, бұл жалаң сөйлем болады. Ал тұрлаулы мүшелерден басқа тұрлаусыз мүшелері де бар сөйлемді жайылма сөйлем дейміз. Оған мысал, Жазира әдемі биледі. Мұнда тұрлаусыз мүше әдемі сөз болып тұр. Демек, бұл жайылма сөйлем деп аталады. 37 жаттығу. Жолаушадағы әрбір сөздің қай суретке тиісті екенін тап. Жолаушадағы сөздер портрет, пейзаж, натюрморт сөздері болатын. Демек, мұндағы портрет сөзі ол суреттегі атаның портретіне сәйкес келеді. Өйткені портрет ол суретте адамның бейнеленуі болып табылатын. Пейзаж ол табиғаттағы бейнеленген сурет. Демек, ол екінші суретке сәйкес келеді. Ал натюрморт болса суреттегі қозғалмайтын заттарды бейнелеу. Қозғалмайтын заттар шәйнек, кесе, алма. Демек, дастарханның суреті натюрморт болып табылады екен. 38 жаттығу. Жұмбақты оқып, жатқа жаз. Түнде күндіз болды. Жерге жұлдыз қонды. Жұмбақтың жауабы ай. Өйткені ай түнде жарық береді. Ал жерге жұлдыз қонды дегені ол жерге жақын орналасқаны туралы айтып отыр. Жай сөйлем түрлерін ажырат.
Түнде күндіз болды, жерге жұлдыз қонды. Бұл екі сөйлем де жайылма сөйлем болып тұр. Өйткені екеуінде де тұрлаусыз мүшелер қатысқан. Сөйлем мүшелерінің байланысын сызбамен көрсет. Түнде болды, күндіз болды сөздермен байланысады. Келесі, жерге қонды, жұлдыз қонды сөздермен байланысады. 39-шы жаттығу. Сызбаны толықтыр. Жай сөйлем екіге бөлінеді. Жалаң сөйлем және де жайылма сөйлем. Жалаң сөйлем ол бастауыш пен баяндауыштан құралады. Ал жайылма сөйлем болса, бастауыш, тұрлаусыз мүше және де баяндауыштан құралатын сөйлем болып табылады. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басыңдар. Және де осы каналға тіркеліп алыңдар.